Қадірлі қонақтар, Назгүл Жалғасбекқызының отбасы мүшелері, туған туыстары, жақындары, көз көрген әріптестері мен шәкірттері, колледж ұжымы және түлектер. Бүгін біз Торғай аграрлық техникалық колледжінде көп жылдар бойы электромеханик мамандығын даярлап, саналы ғұмырын ұстаздық жолға арнаған ұлағатты ұстаз, ардақты ана, абзал әріптес Мажитова Назгүл Жалғасбекқызын еске алу үшін жиналып отырмыз. Өмірінің соңғы жылдарында Арқалық политехникалық колледжінде ұстаздық қызметін жалғастырған аяулы жан кенеттен сырқаттанып, өмірден ерте өтті. Бүгін апайымыздың шәкірттерінің бастамасымен Назгүл апайдың соңғы еңбек еткен оқу кабинеті заманауи тұрғыда жаңартылып отыр. Бұл ұстаз еңбегіне деген құрметтің, шәкірт сүйіспеншілігінің айғағы. Сөз кезегі бүгінгі кешке арнайы Астана қаласынан келген құрметті қонағымыз Мажитов Марат Уалиханұлы және Назгүл апаймен ұзақ жылдар бір ұжымда қызмет еткен әріптесі, жан құрбысы Сексенбаева Бақыт Ибрайқызына беріледі. Амансыздар ма, құрметті бүгінгі жиылыстың қонақтары, осы мектептің, осы колледждің басшысы, орынбасары, ұстаздары, енді шәкірттер деп айта берейік. Шәкірттер осы жерде бірен-саран тұрған шығар. Үлкен бір себеппен жаңағы мына бауырым айтқандай біздің Назгүліміздің атын жаңғыртып, мінекей өзінің еңбек еткен кабинетінде қайта жабдықтап, сол кабинетті ашылуына арнап, мінекей бастарымыз қосылып отыр. Барлықтарыңызды осы жиылыспен құттықтаймын біріншіден, өйткені бұл осы мектеп үшін, осы колледж үшін үлкен қуанышты жағдай. Енді қандай жағдай болғанда да өзі заман талабына сәйкесті, қазір қай жерде болса да білім ошақтары заманауи форматта, жаңа технологиялық үлгіде жасартылғаны, енді ол құптарлық жағдай ғой. Енді осыған сәйкесті біздің Назгүліміздің атына осындай кабинет арнап, оның еңбек жасаған орнын осындай бір жаңа үлгіде жасап, сіздерге көп алғыс, мың алғыс. Енді Назгүл өздеріңіздің араларыңызда қызмет етті, өзінің бар білімін, жігерін, күш-жігерін студенттерді тәрбиелеп, өздеріңізбен бірге еңбек жасап, осы мектептің, осы колледждің бір қабырғасына тұтқа болып, сондай еңбек сіңірді деп айталамыз. Енді Назгүлдің жасаған еңбегі осы елені бағаланып жатқанына, әрине біздің әулетіміздің атынан енді мен солардың ішіндегі қазір үлкені болғаннан кейін сіздерге тағы да рахмет айтам. Бұндайда енді адамның өзі толқып сөйлейді. Енді Назгүліміз бізге, енді сіздерге мысалға, как маман ретінде, өздеріңіздің әріптестеріңіз ретінде қандай аяулы сыйлы болса, әрине біздің әулетімізде біз ағайындар, біздер бірнешеуміз ғой, сол өзіміздің арамыздағы бір, қалай деп айтуға болады енді, бір қуанышпен Арқалыққа келгенде бізді қарсы алатын қара шаңырағымызда отырған келініміз еді. Назгүл әрине бұл колледжға
еңбек сіңіріп, осында ұжымына өзінің берген білімін, студенттерге берген білімдерін, әрине мен ойлаймын қазіргі осы Назгүлдің алдынан өткен студенттер әрине уже ол бірнеше поколение кетті ғой енді. Сол өмірдің әрбір белестерінде, әрбір кезеңдерінде, әрбір өндірісте, әрбір қалада, әрбір аудандарда еңбек жасап жүр. Олар әрине Назгүлді сағынып, сонда еске алады, еңбегін бағалап. Өмірде бір қиындық болған жағдайларда Назгүлдің айтқан бір ауыз сөзі оларға көмек беріп, сондай бір кейбір сұрақтарына жауап алып жүр ғой деп ойлаймын. Сонда Назгүлдің жасаған еңбегі мінекей кәдімгі өзінің діттеген орнына барып жатыр деп ойлаймын. Назгүл, сіздердің арасыңыздағы осы ұжымның бір ұйытқысы болса, жаңа біздің әулетте де сондай бір отбасының ұйытқысы берекесі еді. Мынау Талғат бауырым екеуі ұл өсірді, қыз өсірді. Оларға жоғарғы білім беріп, өзінің жұмысында жүріп, үлгеріп, оларды ұзатты, үйлендірді мінекей. Енді отбасы болғаннан кейін әрқайсымыздың өзіміздің әр отбасында қуаныштар, сондай қуанышты да қиын жағдайлар болғанда Назгүліміз, мен өзім осы мынау тұратын үйімізге 65 жылдан асты. Қазір осында келген сайын алдымнан жүгіріп шығып ағалап, мойныма құшақтап, сөйтіп жарқылдап қарсы алушы еді. Назгүлдің әрине орны ойсырап тұр біздің ортамызда. Назгүл өзінің бар білгенін, білімін, жақсылығын бөлісуге даяр тұрушы еді. Қазақта сөз бар, жақсылықты бөліссең көбейеді дегеннен кейін. Қиын кездерімізде бізге тірек болып, жақсы сөздерменен бізді қолпаштап сөйтіп жүрген жан еді. Мынау ұстазым деген өлеңінің бір сөздері аузыма келіп тұр. Ұстазым, менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып деп. Сол жаңағы алдын өткен шәкірттері, ұстаздары, қазір олар да бір орталықта қызметтерін атқарып, даже мынау ЮПС-те қаншама Назгүлден шыққан шәкірттер еңбек жасап жатыр. Солардың бәрі Назгүлдің сіңірген еңбегі өнер осыдан деп айта беруге болады. Не айтамыз енді? Назгүлдің қазір артында ұрпағы қалды, бала шағалары, немерелері қалды. Немерелеріне әрине әжесі жетіспейді. Уже есейіп қалғандары әжесін сағынады, іздейді, аңсайды. Сол Назгүліміздің жасаған еңбегі елдің есінде, шәкірттердің санасында қала берсе, осыдан артық шәкіртке, мұғалімге, ұстазға деген тағзым бар деп ойламаймын. Сондықтан Назгүліміздің жатқан жері жарық болсын, жаны жанатты болсын, тәні рахатты болсын. Мынау сіздерге осындай іс-шара ұйымдастырып жатқан көп рахмет. Ұстазым, менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып деген осындай бір сөзбен осы өзімнің сөзімді аяқтағым келеді. Сіздерге тағы да көп рахмет. Алдарыңыздан саналы білімді де заманауи уақытқа сәйкесті студенттер көбейе берсін. Мына жерде мынау Никола Тесланың соны алдына іліп қойған екенсіздер. Енді ол атақты атышулы адам, мысалы интернеттен бір қарасаңыздар, кім екенін білесіздер. Енді әрбір заманда осындай бір адамдар дүниеге келеді екен. Біз өзіміз солай деп есептейік. Біздің қазіргі уақытымызға
Назгүлдің де Алланың берген сыйы шығар деп, осы колледжға сіңірген еңбегі үшін сондай мен баға өзім айтып тұрмын енді. Сіздерге көп рахмет, мына жасап жатқан еңбектеріңіз өте енді тамаша еңбек енді. Сондықтан көп рахмет айтамын енді. Рахмет сізге, Марат Уәлиханұлы. Келесі сөз кезегін әріптесі Бақыт Ибрайқызына береміз. Алғысым шексіз әрине. Бүгінгі таңда мінекей Назгүлдің еңбегін ақтап, шәкірттері тұрмына жерде қандай ұстаз болған шәкірттерінің аузынан да естіп жатамыз. Назгүлдің осы совхоз техникум дейміз, Торғай аграрлық колледжі, одан кейін Арқалық политехникалық колледжін сіңірген еңбегін елеп, бүгінгі таңда осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып отырған шәкірттеріне, осы жердегі әріптестеріне, колледж ұжымына, басшылығына алғысым шексіз. Алладан қайтсын еңбектеріңіз. Енді мен Алла Тағала адам баласына тегін жынысын, ата-анасын, бауырын маңдайына береді дейді. Ал әрбір пендесіне досты таңдауды өзінің құқығына қалдырған екен. Достың да досы болады. Бір досыңменен сырыңды ақтарасың. Бір досыңменен жан дүниеңді байытасың. Мен үшін Назгүл екеуі де бола білді. Осыдан 26 жыл бұрын кездескен екенбіз. Содан бері бір ажырасып көрмеп едік. Қайда жүрсе де амандығыңды тілеп, бала-шағаңның амандығын тілеп, өзі сырқаттанып жатса да, ай мен сені бүгін түсімде көріп ем, қалайсың? Ауырып қалған жоқсың ба? деп 2-3 сағат сырласушы едік. Қалай келмесін? Дәл осындай, дәл осы жерде Назгүлді еске алып тұрамыз-ау деген ұшықтасам тұрып түсіңе келмеген дүние ғой. Дегенмен де досқа адал, шәкірттеріне бар білімін аямай. Мен өзі физик емеспін жалпы. Назгүлдің арқасында физикта болып кеттім ғой. Сен қорықпа. Несіне қорқасың? Ала бер, көмек керек болса, мен саған тауып берем. Мектептерден лабораториялық жұмыстарды тауып әкеп қоятын тұғын. Ақылшы, дана, деп айтар едім Назгүлді. Өзімнен бірнеше жас кіші болса да, кейде бауырларына айта алмайтын сырыңды, бөлісе алмайтын ойында жүргендердің барлығын Назгүлмен ғана бөлісетін тұғымыз. Екеуміздің арамызда болып жатқан әңгіме, сырлар, мұңдар тек қана екеуміздің арамызда қалып отырады. Аллаға сансыз шүкір, артында қалған ұрпағы бар. Сол балапандар аман болсын. Немерелерінің басын көріп кетті ғой. Немерелері көбейе берсін артына. Шөберелері көбейе берсін. Сол немере шөберелердің, балалардың қызығын Талғат өзің аман сау жүріп, енің сау болып көре бер. Қандай жағдай болмасын. Өткенде колледжден хабарлама келді, мен өзім ауыр больницада жатқам сол уақытта. Бір көзіме операция жасап, енді екіншісі алда тұр. Қалай келмей, мұңдасыма, сырласыма, жан досыма.
айта алмаймын ештеңе. Тек қана жатқан жері жайлы болсын, топырағы торпа болсын, иманы жолдас болсын. Адам баласы ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Ұрпағы аман болсын. Сіздерге көп рахмет. Айтқандарыңыз келсін. Бұл қию рәсіміне ортаға Назгүл Жалғасбекқызының еңбек жолында уақыттың ерте кештігіне қарамай барлық жағдайын жасай білген. Бүгінгі таңда біздің жадымызда апайымыздың әдемі бейнесінің сақталуына бірден бір себепкер жан. Апайымыздың өмірлік серігі, заманауи кабинетке отбасы атынан өзіндік үлестерін қосып отырған Мажитов Талғат Уалиханұлын және колледж директорының оқу ісі орынбасары Жайлаубаева Гүлмира Мейірханқызын. Және апайымыздың шәкірті әрі әріптесі, колледжіміздің белді ұстаздарының бірі, бүгінгі заманауи тұрғыда ашылғалы отырған кабинеттің меңгерушісі Байгереев Серік Ғаймоллаұлын ортаға шақырсақ. Қошеметпен ортаға келіп отырмыз. Ол шәкірттері мен әріптестерінің ұстаз рухына деген ілтипатының белгісі. Шәкірттердің ұстазға деген құрметінің, алғыс пен сағыныштың белгісі. Жаңарған кабинетте ұстаздың естелік бұрышы қойылған. Баршаңызды оқу кабинетіне өтулеріңізді сұраймыз. Арманыма ұқсатамын, үлгіңді көңіліме қыстатамын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым, зердемді сен ашпасан нетер едім, өмірден сыбағас өтер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетер едім. Ұстазым, өзіңнен өмірге асық ала бердім, ұшырып мен алыста қала бердің. Бойымда отын кетті ұшқын атқан, келеді жана бергім, жана бергім.
қасиетің, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдыңнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, оянбадым, арналсын саған осы аялданым. Көтегі біздерді үміт алған, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретемін өмірдің бары саны, ағарды ғой біз үшін қара шашып. Ұстазым, ақылшы дос, оянбадым, арналсын саған осы аялданым. 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 Арналсын саған осы аялданым. Ұстаздың аты мәңгілік дейді дана халқымыз. Назгүл апайдың еңбегі, ұлағаты мен ізгі істері әр шәкірттерінің жүрегінде мәңгі сақталмақ. Қадірлі қауым, келесі сәтте Назгүл Жалғасбекқызының жарқын бейнесін еске алып, оның рухына тағзым етіп, 1 минуттық үнсіздік жариялайық. Назгүл Жалғасбекқызы арқалық өмірінде еңбегі сіңген, мыңдаған шәкірт жүрегінде із қалдырған ұлағатты ұстаз. Торғай аграрлық техникалық колледжінде арнайы пәндер оқытушысы болып қызмет атқарды. Сабақта талапшыл, өмірде әділ, мейірімді жан еді. Әр шәкіртіне аналықпен, қамқорлықпен қарады. Әріптестеріне қолдау білдірді. Осы адал еңбегімен адамгершілігіні оны баршаға қадірлі етті. Бүгінгі кешімізде Назгүл Жалғасбекқызының жақын туыстары мен отбасы мүшелері ортамызда отыр. Олай болса, Назгүл Жалғасбекқызының жолдасы Мажитов Талғат Уалиханұлы, ағасы Фазылбек Қойшыбайұлы және осы әулеттің ұлы нағашысы Камалиев Теміржан ағаларымызды ортаға шақырып сөз кезегін берсек болды. Құрметті
колледж ұжымдары осылай еске алып шақырып жатқанына рахмет айтамын. Енді Назгүлді айта берсем көп уақыт. Назгүл өзі жақсы жерден білесіздер, апасы мамасы мұғалім болған, ұстаз болған, апасы Амангелді районында бухгалтер, парторг болып істеген, сабақ берген әрі. Мендігі жеңгеміз ол мұғалім болды, одан кейін СПТУ-ға ауысып, завуч болып түседі. Назгүл жақсы жерден шыққан адам, өз уақытысы өздері білес жарыстыр колледждің ұжымдары. Не айтамын? Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын, иман жолдасы болсын. Мынау агроколледждің ұжымына көп рахмет, осылай еске алып қарсы алып жатқан. Ассалаумағалейкум, мырзалар мен ханымдар. Мынау осы білім ордасының арқалықтың мынау арнаулы орта білім беретін осы арқалық политехникалық колледждің мынау ұстаздар қамы басшысы, мынау Карбозов Алмас Қалтайұлының осы мынау шәкірттер мен мынау осы түлектер, студенттері, осы кісілерге осы іс-шараны өткізіп жатқандарыңызға еске алып, мынау айтады ғой, ғалымның мынау ісі өлмейді дегендей, мынау бүгін марқұм Назгүл Жалғасбекқызы бір аунап түсіп жатқан шығар. Сіздерге мынау осындай заманауи тұлғада мінекей осындай кабинетті мынау өзің көріп таңғалғансың. Біздің кезімізде ондай кабинет түгіл, жаңағы компьютер түгіл, информатика кітабын оқып, не басыңа ақпайды, не етпейді, соны жаттап алып бағалатын. Мына қазіргі кезде анандай техника тұрғанда, мынандай білікті мамандардан, білікті ұстаздардан осындай әйдік шәкірттер шығып, осы келешекте, осы арқалығымызда негізгі біле берсеңіздер, осы отырған студенттер, қазір арқалығымызда неше колледж бар, айтып жүріңіздерші сіз. Политехника, педколледж бар, медколледж бар, сосын эконом колледж бар, многопрофильный, сосын музыкальный бар, сонысында бұнан да көп болған. Енді сол кезде политех болды, ол жабылды. Онан кейін осы біздің арқалығымызда ең бірінші 1971 жылы облыс ашылды. Ол кезде біздің арқалығымызда 1956 жылы осы Торғай совхоз техникумы. Онан кейін аты өзгеріп Торғай аграрлық колледжі болды. Онан кейін мінекей енді екі колледжді біріктіріп, мінекей политех мынандай әдемі, сәулетті, осындай неде шәкірттер мінекей айтып жатырмыз ғой. Жаңа Серік электр сабағына беріп жатқан кезінде осы неде нетіп колледжді бітіріп, онан кейін Назгүл жаңағы Талғат Уәлиханович айтып жатыр ғой, сонда бар электр жоғарғы сатыда практика жаңағы ұштасып, соны енді білім алған өзінің шәкіртін шақырып, осы білім ордасына мінекей қазір мұғалім болып сабақ беріп жатыр. Жаңа кіріп келсем, екі жігіт тұр жас. Сосын айтып жатсам, сіздер студентсіздер ме десеміз айтады. Біздер ұстазбыз дейді. Екеуі де 5 жыл. Біреуі НВП-дан берем деді, біреуі электротехникадан берем деді. Сонда жастарды қарап, арасында да мынау колледждеріңізді қарап, әдемі сәулетті, мынада оқыған шәкірттер, осындай ұстаздардан білім алған, әйді керемет, болашағы зор деп, осы қаншама бітіріп кеткен шәкірттері жоғарғы оқу орнын алып, қазір қаншама салада, қаншама жерде біліммен жұмысты ұштастырып, әйдік азаматтар шығып жатыр. Мынау сіздерді бүгін көріп алып, осы істеп іс-шараларыңызға біз өте риза болып отырмыз. Мыңда рахмет сіздерге. Осындай кабинет ашып, осындай ұлықтап ұстаздарыңызды. Сондықтан мынау кезінде осы елбасында сельхозинститут дейміз, ол кезде ССИ, Целиноградский сельхозинститут, Талғат пен Назгүл жақсы қызыл дипломға бітіріп, сонда қалып жатқан кезде әке, ана неткен жаңағы бір үйде бір адам болады ғой, өзі жан ашыр, балалардың ішінде толып жатқан, сонан папасын, мамасын көңілін қимай, сол жақта жақсы неден ентіп, осында келіп, осы жақта жұмыс істеп, осы колледжден бастап, қаншама еңбек сіңгенін көріп, біз осы риза болып отырмыз. Сіздерге, осы қол ұшын беріп жатқан шәкірттерге, барлықтарыңызға өте ризамыз. Алланың несі осы сіздердің
неткендеріңізге, мынау серікке жаңағы Баймалдауына, осы колледждің жаңағы басшысына бәріне рахметімізді айтамыз. Және де айтады ғой мінекей, қазір мынау бұрын интернетмен мынау екінші институт алғаннан бері бұлай есте сақтау кішкене ентеді. Қазір мен бір немді айтып жіберейін сіздерге. Мынау осы колледждің ұстаздарына, несіне осында мінекей бақыт апайларыңыз отыр, бітіріп кеткен пенсионер тоже. Екінші апай жаңа келіп отыр ғой Қостанайдан. Ол кісінің аты жөнін біле қоймаймын мінекей. Ғазия Әлиакбар, мына сол кісілер мінекей, ол кісілердің шәкірттері мінекей осы. Мынау сіздерге қазір мен бір немді айтып берейін. Енді кішкене сәл кідіре тұрсаңыздар қазір мінекей. Мынау ұстаздарға мінекей, ұстаздар. Колледжде алған білім бұлағын, жүрегіне шашқан жылу шуағын, бақыт іздеп қай қиырда жүрсең де, естен кетпес аяулы жан ұстазың. Мынау бітіріп кеткен қаншама шәкірттер жаңағы қол ұшын беріп нентіп атқан мінекей, сол әр жерден өздерінің біліктіліктерін жалғастырып ненткен мінекей. Бақыт іздеп қай қиырда жүрсең де, естен кетпес аяулы жан мұғалім. Ұстаздық еткен жанның бағы басым, нұр құйған шәкіртінің жанына шын. Сәулелі із қалдырған өзінен соң, өмірдің нұрға бөлек мағынасын. Ой көзімен үңілдіріп тереңге, колледж бізді бейімдеген өнерге. Ұстаздың білім шыңы тірегі де, жете алған әрбір жанның жүрегіне. Көк жиегін келешегін жаратты, құс көңілді қияларға самғатты. Президентті, министрді мәпелеп, өсірді олар генералды солдатты. Тентектерді түзетуден таймаған, төзіміне сезіміне таң қалам. Қаршайдадан ізгілікке баулыған ұстаздарға, мынау қарыздар ғой, барлық адам бар ғалам дей отырып, мынау сіздерге осы отырған баршаларыңызға келіп сауабынан жазылсын. Мынау енді тілейтінім, әркез тоқшылық болсын, нан молшылық болсын, аспанымыз ашық болсын, ырыстарын тасып тұрсын, жақсылықтар жағалап жүрсін, шамиғаттар бағалап жүрсін, үлкендер өнеге берсін, кішілер кенеле берсін, ақ ниеттерің тарылмасын, үйлеріңнен құт береке арылмасын, мал мен басты жиып берсін, байлықты үйлеріңе үйіп берсін, дендерің сау, ғұмырларың ұзақ, бауырларың бүтін, тілек, дұғаларымыз қабыл болсын. Құрметті колледж ұжымы, осы іс-шараға келіп отқан ағайын туыс бауырлар, жолдастар, колледж студенттері, бүгін шынында да өте бір мағыналы, мәнді іс-шара өтіп жатыр. Бұрын енді мен бұндайды естіп көрген жоқпын. Енді қаншама Назгүлге дейін дүниеден ұстаздар кетіп жатыр. Дәл осылай сіздер секілді еске алып, кабинетін жаңғартып, кәдімгі заманауи технологияға келтіріп, оның үстіне өзінің шәкірттері осындай ой тастап, оны колледж ұжымы басшыларынан бастап қолдап, осындай үлкен бір жұмыс жасалды. Біз өте қуаныштымыз, отбасымызбен, ағайын туыстар. Енді көбі қазіргі карантин жағдайына байланысты ауру көбейгеннен кейін келмей қалды. Келеміз деген адамдар көп еді. Бірақ енді барлығы да звондап, хабарласып жатыр. Барлығы да атсалысып, осы өте қуанышты екенін, осылай біреуіне апа, біреуіне қарындас, біреуіне бауыр Назгүлді еске алып отқандарыңызға өте риза болып, рахметтерін айтып жатыр. Енді жаңа басында Марат ағам бастап айтып кетті, одан нағашылары, бұл нағашы, өз ағасы Назгүлдің айтып жатыр ғой, өмірде. Енді өмір жолын, сіздер енді тек еңбек жолын ғана білесіздер. Өмір жолында біз енді былайша айтқанда 85 жылы таныстық Назгүл екеуміз. Мен әскерден келдім, ол сол деканатта істеп жүріп. Енді ол кездегі танысу қазіргі дейміз ғой, келесі күн атын сұрайтындай. 3 жылдан кейін үйлендік қой, енді содан 88 жылы. 1 жылдан кейін ғана қолынан ұстайды деп баяғыда айтатындай. Содан өмірге 3 бала келіп, 3 баладан Құдай берген 9 немере сүйіп отырмыз. Енді соның жаңа 8-ші немересін ауырып жатып, жаңа 40-нан шығаруын
өзі басқарып кетті. Осында біраз кісілер соның басқасында болды. Ауырып жатса да сол бірінші Астанаға барам деп талпынды, бірақ осы жерде өткіздік. Енді сондай өмірге талпынысы көп тұғын, бірақ енді Алланың жазғанына шара жоқ. Жаңағыдай ауру, жаман ауру алып кетті енді. Бірақ енді мана Мәкеңді айтып кетті ғой. Бір уақытта әкеміз айтатын көрінеді, мен неге кіші ұлыңмен тұрмайсың дегенде. Мен ұл таңдаған жоғын, келін таңдадым деп. Сол Назгүлді таңдап, Назгүлмен енді сол 90 жылы бітіріп, институтта осында келгеннен бері сол әке шешемізбен бірге тұрдық. Біздікі тұрған үйіміз қара шаңырақ, әлі күнге дейін сол қара шаңырақ. Сол үлкен кісілерді де Назгүл қолынан жөнелтті. Соларға келінді бола білді. Мен жаңа еңбек жолын сіздер жақсы білесіздер менен, сондықтан айтып жатқан жоғын. Еңбек жолын жаңа мынау Қазақ ағамыз айтып кеткендей, совхоз техникумнан бастап жұмысқа кірісті. Біздің бітірген мамандығымыз инженер-механик болғандықтан Целиноград-Сельсовет институт дейді, ол кезде ауыл шаруашылық институты. Жаңа Қазақ айтып кетті ғой, өте жақсы бітірді деп, екеумізді институтта алдырған кезінде мұғалім боласыңдар, қазір қазақша білетін мұғалімдер аз. Сол кезде бет бұрып, кішкене қазақша курстар ашамыз деп атқан, бірақ енді әке-шешеміз айтқаннан кейін елге қайтып келдік. Басында совхоз техникіне ол кәдімгідей технический механика, сопромат техникалардан сабақ берді. Сельхоз техникалардан сабақ берді. Комбайнер трактористер дайындады. Одан заманына байланысты біздің арқалық педагогикалық институтын бітірді. Жаңа Бақти Ибрагим айтты ғой, физикадан қорықпа, өзің көмектесіңдер, физика факультетін бітіріп алдым да. Бітіріп, бір жылдары мектепке олимпийский резервтарды дайындады. Енді ол 2001-іне кеп, сен олимпиадаға адам дайынды деп айта алмайды ғой. Мамандығын жақсы білгендіктен шығар. Сосын қайтадан колледжға шақырып, сол енді одан кейінгі уақытта заманың енді түлкі осы тазы болып шалды, керек мамандық, осы электрик мамандықтары керек болды да, оған жаңағы кино дейміз, Дулатоватында университетті онда бітіріп, осы электрикті жағынан сабақ берді. Оны сіздер жақсы білесіздер, жаңағы электричестводан. Сондықтан бір ғана жұмысшы мамандығын дайындаған жоқ, көптеген мамандықтармен шәкірттері бар. Көп шәкірттері соңғы уақытына дейін байланысып кетті. Мен даже қайтқаннан кейін хабарлауға сол телефонынан шәкірттерін тауып алып сообщение жіберіп отырдым. Енді намазына үлгермегендер 40-на көп адам келді. Оны енді болған адамдар бәрін жақсы біледі. Енді қазір айтқым келіп отырған енді сол шәкірттердің ішінде ана былай обща айтып кетсем де, мына Серік Қаймоллаевич сол оқып жүрген кезінен ұнатты да, сабаққа талпынсын. Бітіргеннен кейін сен заводқа барып жұмыс істе, мынаны электрик алқасыңа деді. Ол практикада көрсін. Әр затты практикада көрмей, плакатта оққаннан ол жақсы маман болып шықпайды, ол біреуді үйрету керек деп. Содан Серік Қаймоллаевич 5 жыл заводта электрик болып істеді, барлығын қолмен көріп, сосын бір күн айттым, маған енді жібер. Колледжіма мұғалім керек, дайындауым керек деп. Ботагөзді өзінің шәкірті, онда бірге басында шәкірт болды, одан бітірді, одан коллега болды. Содан өзі даже Ботагөз тұрмысқа шыққанда ауыртырап жүріп, сол мен баруым керек деп барып қайтты, тілегін айтып. Осы ол енді шәкірттеріне жай ғана ұстаз болу емес, анасындай қарады қайсысына да. Жеке әркімге жеке подходы болды өзінің. Міне сол шәкірттердің осындай көмегімен жасалып жатыр дегенде өте қуандық. Шынында да ол кімде шәкірт жоқ, кімде мысалы бала жоқ. Оның барлығы бірдей ондай ойға келіп, ондай жасамайтын шығар. Міне сол тек қана енді мен танып отқаным сол, тағы да 4 таныс жігіттер отыр, міне бітіріп кеткен. Мына мен жиеншарларым да, Марат та, Сағдат та, сол Назгүлден оққан кезінде келіп отыр, міне осыны естіп көршім келіп отыр. Назгүл бір несі араласатын подружкалары, сыйласатындар өзінен үлкен болады қашанда. Білмеймін. Мана Бақти Ибрагимда да айтып жатыр ғой.
мен жас айырмашылығы болса да өте сырлас болдық деп айзайлаттарына да сол араласып жүрдік. Көршім Бәтима келіп отыр, міне сол кісімен де подружка секілді араласады, мысалы ол кісі біраз үлкен сондай. Енді сол кім біледі, өмірдің қысқалығы шығар, бәрімен жақсы қарым-қатынаста болды. Енді осы жерде бір өте қуанышты жағдай, жаңағы кабинетін қайтадан жаңғыртқандарын. Біз енді түгел міне бауырларымыз, туыстарымыз, не өз балаларым келіп отыр. Әсел, Әлия, Мағжан, күйеулерім отыр, Руслан сырым. Осы келін ғана келілмеді, балалар ауырып қалғандары енді түгел осы мамасын туралы айтқан кезде бәрі де енді шерасын қойып барамыз, басында боламыз деді. Біз енді любой жағдайда адам бір шешумен келеді ғой. Соған енді кабинетке бір тартуымыз бар. Баламыздың, семьясының, туыс-туған бауырлардың атынан техникалық жабдық бұл проекттер. Серік енді кабинеттің меңгерушісінен болғандықтан енді осыған меніңше шәкірт тәрбиелеуде, оларға білім беруде бұның көмегі болады деп ойлаймын. Осыны енді барынша пайдаланыңыздар. Қазіргі заманауи требования қарағанда несі отзывтары өте жақсы, таңдап барып алынған дүние. Міне мынандай проекттерді осы колледждің енді басшысы Алмас Қалтайұлы бұл жерде бола алмай отыр. Ол кісіге, ол кісінің мынау орынбасарларына, ұстаздарға, енді ұстаздардың да ішінде біздің Жұлдыз Қуанышбаевна әдемі Ғалымжанқызы менімен хабарласып, осы болатын іспен ақылдасып, келетін адамдар сұрап, өте үлкен жанашырлықпен осы бүгінгі іс-шараға қарады. Сіздерге де көп рахмет. Өз атымнан, отбасы атымнан рахметімді айтам. Тәрбиелеп атқан шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін. Ертеңге осындай іс-шараға қатысып, колледждің болашағына, жақсаруына, одан артуына атсалыса берсін. Енді өздерінің ұшқан ошағы отбасы ғой. Оларға енді сол осы жақсы білім алып, еліміздің жақсы маман болып шығуына тілектеспін. Биыл өзі жылдың өзі 25 жыл жұмысшы мамандығы жылы. Оған үлкен көңіл бөлініп жатыр. Сол жұмысшы мамандығы алып шығуларыңызға тілектеспін. Бізде қазір өзі мынау техникалардың бәрі дамығаннан кейін, даже анау қазіргі современный комбайндарға жоғары білімді адамдар отыру керек. Ол бұрынғыдай біздің МТЗ-дегі тракторын үйреніп алып жүрген емес, қазіргі мысалы компьютермен жұмыс істейді барлығына. Сондықтан білім керек. Сол білімді шәкірттеріңіз көп болсын. Осылай кеп сіздерге көмек беретіндей. Үлкен рахмет мынау істеп жатқан іс-шараларыңызға. Рахмет сіздерге, құрметті ағайын туыс бауырлары, жолдасы, айтқандарыңыз періштенің құлағына шалдырсын.
жалғыз жарым болмаса анда-санда алыс жатым қазақтың бәрін көрді жалғыз жарым болмаса анда-санда Назгүл апай мейірім мен адалдықтың символы еді. Ұстаздықтың ең басты өлшемі жүректегі жылу. Шәкіртке деген сүйіспеншілік болса, апайымыз осы қасиеттердің барлығын бойына сіңірген жан еді. Ұстазымыздың еңбегі мен өнегесін ұмытпай, кейінгі ұрпаққа жеткізу біздердің борышымыз. Олай болса, апайымыздың өмірінен сыр шертер бейне жазбаға назар аударсаңыздар. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін өзі алған. Мажедова Назгүл Жалғасбекқызы 1967 жылы 10 қыркүйекте Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1982 жылы орта кәсіптік техникалық училищеге түсіп, оны үздік дипломмен аяқтады. Осы білім жолын жалғастыра отырып, 1985-2 жылдар аралығында Целиноград ауыл шаруашылық институтында оқып, инженер-механик мамандығы бойынша жоғары білім алды. Өзінің алғашқы еңбек жолын Торғай совхоз техникумда арнайы пәндер оқытушысы қызметінен бастады. 1997 жылы бұл оқу орны Торғай аграрлық техникалық колледжіне бірігуіне байланысты Назгүл Жалғасбекқызы сол жерде арнайы пәндер оқытушысы ретінде қызметін жалғастырды. Ұлағатты ұстаздың еңбегін еленіп, 2013 жылы білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісін марапатталды. 2010
2018 жылы Торғай аграрлық техникалық колледжі Арқалық политехникалық колледж болып қайта құрылғаннан кейін де Назгүл апай өзінің ұстаздық жолын осы білім ордасына абыроймен жалғастыра берді. Назгүл апай өмірін білімге, жанын шәкірт тәрбиесіне арнаған парасатты тұлға. Оның ұстаздық жолы адалдық пен мейірімге толы еді. 1988 жылы Назгүл Жалғасбекқызы өзінің өмірлік серігі, сенімді жолдасы, әлеуметтік серіктесіміз Мажитов Талғат Уәлиханұлы екеуі шаңырақ көтеріп, өмір жолдарын бір арнаға тоғыстырды. Татуда берекелі отбасының ортасында 2 қыз, 1 ұл өсіріп жетістірді. Назгүл апай жұмыста қандай жауапкершілігі жоғары, талапшыл маман болса, отбасында да сондай жанашыр ана, сүйікті жар, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге үлгі бола білген инабатты келін еді. Ер азаматтың орны қашанда бөлек. Сіздердің күш-жігерлеріңізге, ақыл-парасаттарыңызға бүкіл әлем бағынған және бағынады да. Сондықтан да халқымыз жердің қорғаны, елдің тұтқасы деп ерекше сіздерді ардақтаған. Ердім таба алмай амалын, тағылып ішімнен барамын қараған. Алайда, өмірдің ашысы мен тұшысы қатар жүретіні белгілі. Жаны таза, мінезі жұмсақ, қолтаңбасы айқын ұстаз, адал жар, аяулы ана болған Назгүл Жалғасбекқызы күтпеген ауыр сырқатқа шалдығып, 2023 жылы өмірден өтті. Жан жылуы мен ізгілік нұры төгіліп тұратын апайымыздың жарқын бейнесі, оның әріптестері мен саналы ғұмырын арнаған шәкірттерінің жүрегінде мәңгі сақталатыны сөзсіз. Назгүл апайымыз 32 жылдық еңбек жолында заман талабына сай, сұранысқа ие білікті мамандар даярлау жолында аянбай қызмет етті. Ұстаздықты өз өмірінің мәні деп білген апайымыз әр шәкіртіне бағыт-бағдар беріп, олардың білімді, жауапкершілігі жоғары, кәсіби маман болып қалыптасуына бар күш-жігерін жұмсады. Міне, бүгін сол ерен еңбектің, адал қызметтің, шынайы мұраттың нәтижесі ретінде апайдың алдынан дәріс алған шәкірттерінің бастамасымен жаңғыртылған оқу кабинеті пайдалануға беріліп отыр. Бұл ұстаз рухына көрсетілген үлкен құрмет, шәкірт жүрегінде алғыс пен сағыныштың айғағы. Назгүл апайдың өмірі адамгершіліктің, ұстаздықтың, адал еңбектің жарқын үлгісі. Оның ізі шәкірттердің жүрегінде, оның өнері олардың жетістігінде, оның мейірімі мәңгілік. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді дана халқымыз. Артында аман-есен өсіп өніп отырған апайымыздың мақтаныштары, өмірінің жалғасы, жүрегінде мәңгі із қалдырған ең қастерлі мұрасы балалары. Сіздерге назарымызды, жылы жүрегімізді білдіре отырып, апайымыздың жарқын бейнесін еске алу үшін бәріміз үшін үлкен құрмет. Осы ретте апайымыздың балаларын ықылас гүл алуға сахна төріне шақырамыз. Назгүл апайдың рухына деген құрмет белгісі ретінде сахнаға колледж директорының атынан ықылас гүлі әкелінсін. Құрметті қауым, осы іс-шараны ойластырып, ұйымдастырған анамыздың шәкірттеріне және осы істі қолдап, жан-жақты қолдау көрсеткен колледж ұжымына алғысымызды білдіреміз. Осы жерде жиналған барша қауым сіздерге, анамызға деген ілтипаттарыңыз бен ыстық ықыластарыңызға көп-көп рахмет. Және осы балаларымның атынан кішкене сый-сияпаттарымыз бар.
ол осы іс-шараны ұйымдастырып жүрген Жұлдыз ханым, Адима ханым, сіздерді шақырсақ дейік. Өзімізден шағын внимание дейді ғой. Сол және Ботагөз маманың шәкірті өзінің қызындай көрген. Рахмет. Бүгін Астанадан келіп жатыр, алыстан. Осы колледждің орынбасары Гүлмира Мирхановна, сізді шақырсақ. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Істеріңіз оңынан болсын. Осы жасап атқан іс-шара честно болмаған, әлі естімеген өз басым. Сондықтан үлкен рахмет, Алладан қайтсын. Сіздерді де оқушыларыңыз, шәкірттеріңіз осылай бағаласын. Серік, көп рахмет. Сен маманың шәкірті ғана емес, бізге ағадай болып кеттің, бауыр болып кеттің. Маманың осы ісін жалғастырып келесің. Сол бізден шағын сый-сияпат өзіңе. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Үлкен рахмет, естелікке суретке соғыңыздар. Назгүл апайымыздың отбасы мен әріптестеріне, оның рухына тағзым етіп, барлық шәкірттер атынан ризашылық білдіреміз. Ұстаздың еңбегі мәңгілік із қалдыратын еңбек. Назгүл апайдың тәрбиесін көрген шәкірттер бүгінде елдің түкпір-түкпірінде еңбек етуде. Назгүл апайдың алдынан қаншама білікті мамандар, жаны таза, еңбекқор азаматтар түлеп ұшты. Сол шәкірттердің бір тобы бүгінде ұстаздық жолды жалғап, өздері де болашақ мамандарды тәрбиелеп жүр. Назгүл апайымыз колледжде барша әріптестермен сырласындай, жолдасындай болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білді. Апайымыз туралы өткен шақпен сөйлеу қандай қиын еді. Бүгінде ортамызда қос құрбысы, бірі Астана қаласынан, бірі Қостанай қаласынан келіп, осы кештің куәгері болып отыр. Олай болса ортаға Омарова Ғазиза Алиакбар қызы досы болып кеткен және қазіргі таңда колледжде ұстаздық қызметті жалғастырып келе жатқан апайымыздың көз көрген әріптесі Талғат Серікұлын. Назгүл Жалғасбек қызының сүйікті шәкірті, алғашқы еңбек жолын апайымыздың жетекшілігімен бастаған, қазіргі таңда Астана қаласы жоғары көлік және коммуникация колледжінде қызмет жасап отырған электромеханик мамандығының жетекші ұстазы. Осы игі бастаманың мұрындығы болған бітіруші түлектерді ұйымдастыра білген апайымыз өзінің туған қызындай болған Бек Ботагөз Бек қызын барша энергетиктердің атынан шақырамыз. Микрофон тізгіні өздеріңізде. Жазмыштан озмыш жоқ дейді қазақ. Тас түскен жерін ауыр дейді, әрине ауыр. Назгүл туралы осындай өткен шақта айту
Адамзат баласының артына көнбейтін екі дүние бар. Оның бірі уақыт. Уақытты тоқтата алмаймыз. Кері шегіндіре алмаймыз. Назгүлдің өмірден кеше ғана қасымызда жүрген Назгүлдің өмірден өткенде де 2 жылдан асып 3-ші жыл аяқтасқан екен. Екінші нәрсе бұл әрине ажал. Ажал турасына келсе, алып кететіні ақиқат, хақ. Қанша қимасақ та көнуге тура келеді. Енді мен өз басым Назгүлмен 96 жылы осы жаңа айтып жатқан совхоз техникумға ауысып келдім. Қызметін сол кезден таныспыз. Араға 3-4 жас ара айырмашылықтар. Сонда да болса Назгүл сол кезде жасым аман болса да үлкен шаруалар атқарып жүрді. Мен сол колледжге жұмысқа ауысып келгенде Назгүл технология комиссияның председателі болды. Тығыз байланыста болдық. Бізге сол колледждің жұмыс бағдарын көрсеткен әріптес ретінде есте қалды. Одан сыртында біз Назгүл екеумізді әріптес емес, тәкеңдермен туыстық қатынаста бар. Осы туыстық әнелерге кербала болып келеміз. Сол жағынан да жақсы сыйлас болдық. Назгүлді айтатын сөз көп. Шынымен біз Назгүлді жақсы адал жар екенін білеміз, жақсы ана екенін білеміз, жақсы ибалы келін болғанын білеміз. Шаңырағында болдық бірнеше рет. Балалардың өсіп өнген тойларында болдық. Жақсы тілектер айтылғанбыз, айтқанбыз. Сондықтан әрине қимаймыз. Назгүлдің жатқан жері жарық болсын дейміз. Топырағы торқа болсын, артында қалған мінекей. Құдайға шүкір балалары бар, балалары өсіп өдіп. Тәкең сіздерге Алла қуат берсін. Балалардың тілекшісі ортасында жүре беріңіздер. Бүгінгі шараға мұрындық болып отқан шәкірттеріне, әріптестеріме мың алғыс. Ұстаздың жақсылығын айту керек, ол мәңгілік есте қалу керек. Ол жақсы әріптес болған мен қуанатыным. Осындай жағы серпілде Ботагөзде айтып отыр. Ол тек қана ұстаз емес, ол аналық қамқорлығын да көрсете білді. Назгүл. Сондықтан осындай жетістіктерге жетіп отқанына өте қуаныштымыз әріптестеріммен. Балалар аман болсын, ғұмырлы болсын, тек жақсылықта кездесейік. Назгүлдің нұрлы бейнесі біздің мәңгі есімізде. Иман саламат болсын. Ал мен енді Назгүл Жалғасбекова екеуміз 90 жылдан бастап сол әлі совхоз техникумнан келе жатқан адаммын. Ол кезінде Назгүл Жалғасбекова мына балалар куәгері бір декреттен шығар, сосын екінші декретке кетеді. Солай біз өзіміз солай ақында жұмыс істеп жүргеніміз. Осы күнге шейін енді әйтеуір бізді домынан қосты, сол совхоз техникуммен ақыры политехникалық колледж жоқ, сол осы 22 жылға дейін бірге жұмыс істеп келемін. Енді не дейін, жаңа айтылған сөздерге бәріне қосыламын. Өзіміз Назгүл екеуміз, не только біз бәріміздің коллективіміз ғой, сол бәрі қандай бізге берілген тапсырма болса, жауапкершілікпен өзі соны істеуге тырысып, өзіміздің үлкендігімізді көрсетіп, сондай болдық. Біздің алдымызда да үлкен апайларымыз болды, соларға қарап үйрендік. Енді манадан бері жақсы сөздер айтылға тұр ғой, енді оған бәріне мен қосыламын. Өзіміз Назгүл Жалғасбекова екеуміз расында қандай қуаныш болса да бөлісеміз, қандай қайғы болса да боламыз. Тем более біздің жолдастарымыз өздері одноклассник болған, сондықтан кішкене өзімізге жақын болдық солай. Не болса да енді, не деп айтайын, бәрі жақсы болсын. Мына Талғат еді, мына бала шағымен өбірлі болып алға қарай Назгүл көрмеген қызықты көре беріңдер. Мына біздің, мен енді кетіп қалсам да бұл коллективтен бәрі, бірақ все равно бұл коллектив
өзімнің коллективім деп санаймын. Сол өзіміздің жұмысымызға, сол директорге, жаңағы орынбасарларға, қыздарға, көз көргендер бәріне көп алғыс айтамын. Осылай еске алып, осылай расында Назгүлдің алдында да біраз адамдар кетті ғой енді. Соны осындай бір жақсылық жасағандарыңа көп рахмет. Значит, мұғалімдерді, өзіміздің ұстаздарымызды ұмытпай, осылай біле отырып, енді біздің поколениеміз, енді Назгүл не успел, біз енді пенсияға шыққан адамдарымыз ғой, енді біздің жолымыздар сіздерге берсін, ары қарай өсе беріңдер, не беріңдер, колледж осылай жақсы болсын. Жаңағы директорға көп рахмет, осы ұжымның директоріне, Алмас Талтаевичқа, жаңа Гүлмира Мирхан, қыздар, бәріне де. Сол енді айтатынымыз сол, енді бәрімізге сол, бәріміз аман болайық. Видеодан кешінде толқып кеттік. Назгүлдің бір жақсы қасиеті, мұнда айтып өту керек, жақсы мектеп қалыптастыра білді. Жаңа айтып жатқан серіктен, Ботагөзді, одан кейін әділетте бар. Осы колледжде өзінің ізін жалғастырушы. Сондықтан үлкен сол Назгүлдің үлкен жетістігі ғой деп ойлаймын. Соңында осындай шәкірттердің бары, осыған бұрын қуатында сол шәкірттері. Құрметті әріптестер, қадірменді қонақтар, ардақты ағайын, бәріңізге қайырлы күн деймін. Бүгін біз үшін ерекше күн. Жүрекке жылы, бір жағынан сағынышқа толы, бір жағынан мақтанышқа лайық күн. Біз Арқалық өңірінен шыққан талай энергетик мамандардың өмір жолына жарық берген, шәкірттерінің жүрегінде өшпес із қалдырған ұлағатты ұстаз Мажитова Назгүл Жалғасбекқызын еске алып, оның шәкірттерімен қайта жаңғыртылған оқу кабинетінің ашылуына жиналып отырмыз. Назгүл апай тек пән оқытушысы емес, шәкірттерінің әрқайсысына бағыт-бағдар берген, өмірінің ең жауапты тұстарында ақыл қосып, қамқорлығын аямайтын нағыз адами ұстаз еді. Ол кісінің бойынан талап пен мейірім, қаталдық пен әділдік, білім мен парасат бірге үйлесіп тұратын. Бүгін жаңартылып отырған бұл кабинет оның көзінің қарашығындай болып, талмай еңбек еткен орны. Осы бөлмеден талай жас маман түлеп ұшып, елдің энергетика саласына қызмет етті. Сондықтан бұл кабинетте Назгүл апайға арналған бұрыш ашылуы, оның еңбегіне қойылған ең лайықты құрмет, шәкірттерінің шынайы алғысы деп білеміз. Бұл идеяның туындауына себеп, талай шәкірттерінің жүрегіндегі сағыныш, ұстазының еңбегін мәңгі қалдыруға деген ниет, және ұстаздың аты өшпейді, ізі ғана қалады деген ұлағатты ой. Мен үшін Назгүл апай тек ұстаз ғана емес, өмір жолына бағып берген, қиын сәтте деме болған, ең алғашқы мамандыққа деген сүйіспеншілігімді оятқан жан. Кешіріңіздер. Назгүл апай өзі білім беріп, ұстаз болумен қатар, оқу уақытында тұратын жері болмаған студентті өз үйіне 3 жыл бойы жатқызып, бір тиынды алмай тәрбиелеп, серпін бағдарламасы бойынша жырақ елді мекеннен оқуға келген студенттерге соғым сойса, қонақ шақырса, ет асса, қазы шұжығын тасып әкеліп, өз мейірімін көрсеткен ерекше ұстаз ана. Біз апайымызды сағынамыз. Бірақ оның тәрбиесі, берген білімі, айтқан әрбір сөзі әрқайсымыздың ішімізде шырақ болып өзгермей тұр. Бүгін жаңартылып отырған кабинет ертеңгі ұрпақ үшін, келешек энергетик мамандар үшін Назгүл апайдың рухани мұрасы ретінде қызмет ете береді. Ұстаз өмірден өтсе де, оның ілімі мәңгі. Ұстаздың өзі кетсе де артында шәкірттері қалады. Біз апайдың есімін ардақтап, еңбегін ұлықтап, оның жарық жолын жалғастырамыз. Назгүл Жалғасбекқызының рухы шат, жатқан жері жайлы болсын. Шәкірттерінің алғысы оған мәңгі ескерткіш. Баршаңызға үн қатып, қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Бұл кабинет біздің ұстазға деген ең шынайы, жүректен шыққан құрметіміз. Бәріңізге үлкен рахмет. Бүгін Назгүл апайдың соңғы шақтарында қасында бола алмай, ол кісі өзі осы Астанаға жіберген болатын, сен кішкентай қаланың адам емессің, сенің масштабың биік деп, сенім артып, сол жақта жүргенде апаймен қоштаса алмай қалдым. Бүгін бір анасының ақ сүтін борышын ақтаған баладай өзін сезіп тұрып, осы күнге жеткізген, осы идеямды ары қарай жаңғыртып қолдау көрсеткен колледж әкімшілігіне үлкен алғысымды білдіремін.
Рахмет сіздерге. Назгүл апай ерекше жақсы көретін әні электрикпін әні еді. Бұл әнді шәкірттері орындай бастағанда апайымыздың жүзі нұрланып, қуанышқа толы сәттер елес беретін. Сол сәтті қайта жаңғыртайық. Орындайтын оқушысы Бахтияр Жансерік, Бахитов Жансерік. Апайымыздың шәкірттері бүгінгі күні еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген білікті мамандар. Міне осы әнде сол еңбекке, ұстаздың ұлағатына арналған естелік сәт болып қала бермек. Апайымыздың көзінің тірісінде өз қайын жұртына деген құрметін, ер азаматты қалай құрметтеу керектігін әдемі қанатты сөздерімен жастардың жүрегіне жеткізіп баяндай білетін. Сарыторғай елді мекенінен келген қонағымыз әулеттің жиені Құрманғазы Жасенбекұлы. Астана қаласынан келген қонағымыз апайымыздың күйеу баласы Серік Мұқсынбекұлы. Және де Назгүл апайымыздың қайны сіңлісі Эльмира Уалихан қызы ортамызда. Назгүл Жалғасбекқызы туралы естеліктеріңіз немесе отбасы мүшелеріне арналған жүрек жарды тілектеріңіз болса, микрофон кезегі өздеріңізге беріледі. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын туыстар.
Бүгін енді үлкен іс-шара. Жаңа бір ағамыз айтып кетті ғой, жақсы сөйледі. Уақытты ешкім тоқтата алмайды екен. Мен 95 жылы осы әулетке күйеу болып келдім. Сол кезде ең бірінші танысқан кісі Назгүл жеңгеміз болды. Ол кісі тек қана маман емес, ол кісі тек қана ұстаз емес, ол кісі келін болды. Әулеттің келіні болды. Келін болу деген қазіргі заманда шамалардың қолынан келе бермейтін нәрсе. Уәлихан деген атамыз біздің елге танымал кісі. Ол кісіге келін бетін дарындар көп бар. Сол кісінің барлығын, келген кісілердің барлығына қызмет істеп, сол кісінің батасын алған кісі. Енді манадан бері ол кісі туралы жұмысындағы қызмет туралы айтып отыр, бірақ келіндік қасиет туралы айтылған жоқ, мен соны айтайын деп тұрмын. Сондықтан да ол кісі бірінші ата-анасынан, ата-енесінен бата алған кісі. Содан да шығар мінекей әулеті көркейіп өсіп жатыр. Тәкең енді жеңгеміздің орны толмайды ғой, бірақ тәкең сол өзінің орнын ұстап отыр. Сол қара шаңырақта әлде. Қара шаңырақта ұстау деген екінің бірінің қолына берілмейтін нәрсе. Сондықтан да Назгүл жеңгемізді біз сондықтан да қатты жақсы көреміз. Ұрпақтары бар, немерені сүйді, немеренің қолынан су ішті, шөбере сүйген жоқ. Дегенмен үлкен әулетті басқарып кетті ол кісі. Сондықтан да мінекей колледжге үлкен рахмет, бүгін үлкен іс-шара өткізіп отқан. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Ұстаздық ешкім кез келгеннің қолына берілмейтін қасиет. Сондай қасиеттің арқасында мінекей шәкірттері бүгінгі іс-шараны өткізіп отқан. Үлкен рахмет айтамыз. Әрқашан аман болыңыздар, мінекей үлкен колледж екен. Қуаныштымыз, Алмас бауырымды мен білем. Торғайдамыз, жұлдыз міне қарындасым міне тұрған. Үлкен беделді, абыройлы болсын. Қуаныштымыз. Біздің жұлдыз менің оқушым. Әрқашан да мінекей ұстаздың жаңағыдай тілегі сол ғой, шәкірттің дұрыс болғанын жақсы көресің. Әрқашан амандық болсын. Назгүл жеңгеміздің жатқан жері жаннатта, тәні рақатта болсын. Әрқашан да ол кісінің істеген істері, егер ол кісі дұрыс жақсы болмаса, мұндай іс-шара болмас еді. Ешкім заставить етпейді ғой қазіргі заманда. Сондықтан да Назгүл жеңгеміздің кереметтігі, ол кісінің ұлылығы деп ойлаймыз біз. Осындай іс-шара өтіп жатқаны. Әрқашан аман сау болыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Қайырлы күн, бүгінгі іс-шараға жиналған қауым. Мен де өз атымнан үлкен рахметімді айтқым келеді осы агроколледж директорына, әкімшілігіне және шәкірттеріне, осы қазіргі шәкірттерге де Алладан қайтсын, сіздер де осындай үлкен тұлға болып, педагог болып, міндетті емес педагог болып, осы өмірде өз орындарыңызды тауып, осы Назгүл апайдан сабақ алған, тәрбие алған шәкірттер өздеріңізді, мысалы, сіздерді де сыйлайтын, сіздердің де жолдарыңызды қуатын шәкірттеріңіз көп болсын, дарынды, талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Енді Назгүл жеңгеміздің өмірбаянын, жаңағы педагогика саласында сіңірген еңбектерін, қандай жетістікке жеткенін, қандай педагог ретінде біз жаңа көп айтып өттік. Енді бір өмірден белестер жаңа еске алу деп айтып жатыр ғой. Сондықтан Назгүл жеңгеміз туралы бірер сөз айтатын болсам, біз отбасында енді 5 ұл 5 қыз болғандықтан 5 ағам бар. Сол үлкен ағамыз ғана өмірден қайтып кетті. Марат ағам отыр мына жерде, Талғат болса да, Мұрат, Қайсар деген ағаларым бар. Енді отбасында бізде кішкентай кезімізден қайын сіңілі жеңге арасында ешқашан бір кикілжің болып көрмеген. Ол ата-анамның тәрбиесі деп ойлаймын, дұрыс тәрбиесі деп ойлаймын. Және бізді келін болып түскеннен бастап жеңгелеріміз тәте деп үйретті. Шын мәнісінде жеңге деп айтатын қазақ халқында сондай дәстүр бар. Бірақ біз тәте деп өттік. Әлі күнге дейін Назгүл тәте деп айтамыз. Енді айтайын дегенім жаңағыдай 5 ұлға, 5 ұлдың
әйеліне 5 қызды міндеттеп қойды, яғни бір жеңгеден. Сонда жаңағы Назгүл тәте маған ешілік жасады деймін ба енді, маған ие болды. Қыз бала өсиет, өнет, сосын тұрмысқа шығады, өз өмірін бастайды. Сонда жаңағыдай маған ие болып, маған жеңге болып барып, Талғат ағам әсіресе маған орны бөлек, жаңа айтылып кетті, қара шаңырақтың иесі деп, қара шаңыраққа ие болып отыруда өте үлкен бір міндет ол. Қанша дегенмен де қара шаңырақтың аты қара шаңырақ. Мысалы, мадан бері Назгүл тәтем туралы айтып жатырмыз, мен ағама да тоқталып кеткім келіп тұр. Талғат ағамның сол қара шаңыраққа ие болғаны ол, мысалы, біз бала кезімізден көрдік, әке шешеміз бір жерге қонаққа барса да, өзі машинасымен апарады, күтіп тұрады, үйге алып келеді. Біздің үй жексенбі сайын, сенбі сайын қонақтан арылмайтын. Ол ата анамыздың, әке шешеміздің бір көпшілдігінен шығар. Әйтпесе адам тектен-текке қонақ шақырмайды ғой, туысшыл, бауыршыл, коллегаларын шақырып, сондай бір балалық шақта қара шаңырақ, ол той, думан, мәз мейрам, бір сондай бір немде елес болып қалған. Енді сол қонақтарды папаның ойынша Талғат өзі алып келу керек, қандай погода болса да. Және бәрін таратып үйлеріне апару керек, папаның ойынша. Сонда Талғат бір қарсы сөзге келмей, бәрін үлкен кісілерді таратып, апарып жүретін. Барып, папамды күтіп тұрса, шыдам танытып алып келетін. Міне соның бәрі Алладан қайтсын, балалары тәрбиелі. Міне жаңа көріп жатсыздар, Алла тіл көзден сақтасын. Тәрбиелі, сұп-сұлу балалары отбасын құрды. Өздері мамаларын жоғалтқаннан кейін өздері де есейіп кетті. Бізге де өте ыстық, өйткені адамның бір өмір несі бірге өткізгендіктен, мен мысалы осы қалада көбіне туыстар арасында айтамын, қаламыздың патриоты ол Талғат екенбіз деп, өйткені көшпей қалған 10 баладан екенбіз ғой. Сондықтан сөйтіп күліп айтамын, біз қаламызды сатпаймыз, қаламыздың патриотымыз деп, қала тұрғанша біз де тұрамыз деп. Мен де педагог болып қызмет етем, Ахмет Байтұрсынов атындағы бастауыш гимназияда. Институт бітіргеннен бастап бір жерге кірдім, сол жерде әлі күнге дейін 35 жыл жұмыс істеп келемін. Сондықтан мен ойлаймын, Назгүл жеңгемізді келін болып түсті деп айтты ғой жаңа Серік. Сонда ол жақсы ата ененің қолына түсті деп ойлаймын. Папам мен мамамның келін болып аттағаннан бергі берген махаббаты, мейірімі, дұрыс тәрбиесі тәтемнің де осындай жетістікке жетуіне себепші болды деп. Папамды енді көбіңіз көздеріңіз көрді, әкеміз өте үлкен тұлға болды. Айта берсе, папам туралы да жазатын кітап та көп. Осы қаланың алғашқы математик физигі болды. Балалық кезде есімде сонда қара ақ волгалар есік алдында тізіліп тұратын. Сонда баламыз ғой түсінбейміз. Сонда институттан кеп мұғалімдер олимпиада есептерін папама шығартатын. Ол қандай мықтылық. Қазір кезде ондай екінің бірі мұғалім олай бола бере алмайды деп ойлаймын. Сонда папам айтатын, папа сіз физиксіз ба, математиксіз ба деп. Папам сонда айтатын, мықты физик болу үшін алдымен адам математик болу керек деп. Сонда міне папамды өз басым Карл Марксқа теңейтін басым, өзім балалық шақта. Өйткені сондай басы мықты жұмыс деген жан-жақты авторитеті бар. Бірінші мектепті өздеріңіз білесіздер, ашып, мектеп-интернатты, қаншама жыл директор болып, әкімшілікте жұмыс істеп, қандай биіктерден көрінді. Міне папамдай ұлы тұлғаның келіні неге ұлы тұлға болмасқа? Міне соған бүгінгі кешімізде дәлел болып жатыр. Ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді. Міне ұстамы мықты шәкірттері шығып жатыр. Қандай мағыналы шара өткізіп жатсыздар. Алладан қайтсын. Сіздерде де осындай сіздер сияқты шәкірттер алдарыңыздан шықсын. Сіздерді бағалай білетін, өз осы өмірде өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тек қана жақсы күнде, жақсы тойда кездесетін болайық. Бәріңізге көп-көп рахмет. Рахмет сіздерге. Алғандарыңыз болсын. Өзі
Бүгінгі кеш барысында Назгүл Жалғасбек қызының ұстаздық жолында сансыз шәкіртке білім нәрін беріп, өмір атты кең жолда тәлім мен тәрбие сіңіргеніне тағы бір мәрте куә болдық. Ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді демекші, Назгүл Жалғасбек қызының жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталмақ. Апайымыз туралы жылы естелік, жүрек жарды лебіз білдіргісі келетін жандар болса, микрофон тізгіні сіздерде. Олай болса, Назгүл апайдың жарқын бейнесі жүректерде мәңгі сақталады. Ол кісінің аты, еңбегі, алдағы шәкірттері мен адалдығы шәкірттері мен әріптестері есінде мәңгі қалады. Осымен бүгінгі кешімізді тәмамдай келе, құрметті қонақтар, сіздерді Назгүл Жалғасбек қызының рухына бағышталған дұғамызда болып, дастарханнан дәм татуға колледжіміздің асханасына шақырамыз. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم أستغفر الله إن الله غفور الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ne Allah Teala olsa kılgan Fatiha suresinin sevabını Nazgül Жалғасбек қызының ruhuna bağışlап, Allah'dan medet peygamberden şefaat dilep, karan görü жарық болсын, жатқан жері жайлы болсын, жан жаннаттан, орын жұмақтан болсын. Жаққан шырақ болып мінгені бірақ болсын, алтын иман байлығын, артын туыс-туғандарына, жекжаттарына, баршаларына қайыр жақсылығын берсін. Роббана атина фиддини хасанату, ва фил ахират хасанату, ва атина ғазабанар бирахматика, я архом, арохим, Аллах.
неге осы кісіні бір ғана көріп жүрген кісімін. Әлі күнге дейін сол достығымыз артып жатыр, балаларымыз бәріміз бірге сыйластығымыз не дегенде. Мұндай жағдай болғанда өзіңе айтамын деп білмейсің, Назгүлді айтамын, сөз көп, жақсы, қанша ренжіп тұрсам да маған айтатын, кешке кел, тәкең екеуің бір жақтың ішіп аласың, сосын ұмытасың дейтін. Сосын айтамын, жоқ уақытым десем, бармай қой енді, бармай деп тұрамын жұмыста, бірақ сағат 7-ке өзі звондайтын, кел мен тамақ істеп қойдым деп. Барғанда ол Назгүлдің тамағы дайын жатыр, қуырдағы да еті де пісіп, жаңағы студенттер дайындалды, қазы қартасы. Әлі күнге дейін тәкең шаңырақ ұстап отыр. Назгүл болмаса да сол шаңырақта жақсылыққа барып жатырмыз енді. Назгүлдің артында той болып жатыр, немере келіп жатыр өмірге. Енді Назгүлге айтатынымыз, радио жарық болсын, періште төрінде болсын, Алла тағала желеп жүрсін, өзі толқыншылап ардагерлеріне айтатынымызды білмейміз. Отбасына айтатынымыз жақсылық болсын, осындай тек қана колледждерге көп рахмет ұжымына мінекей еске алып жатсыздар. Бұл өте ішінде ешкі болмаған, мен осы біраз жасқа келсем де, мінекей ол да осы біздің Назгүлдің жақсылығы деп ойлаймын, адамгершілігі деп ойлаймын, коллективіне сыйлы болғасын, ұрпақтарына, студенттеріне, сол биіктен көріне берді студенттері, сол Назгүлдің жолын берсін, биік-биікке шыңдарға жете беріңіздер, тек қана колледждерде жақсылық болсын, студенттеріміз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, сіз біздің жойылмасын деймін. Назгүлдің отбасына жақсылық тілеймін. Мықты бол, өзің мықты азаматсың ғой. Мінекей Марат аға деп отыр. Марат аға айта берсең, ол кісі менің ұстазым болған кісі. Бірақ артынан кейін жолдас болғаннан кейін қарындас сияқты болып кеттім. Сол елдің бір мүшесі сияқтымын осы мәжілістің мен енді. Айтпай кетуге болмайды. Мына сіңілдерім Гүлмиралар бәрі тәте дейді, осындай сыйластығымыз арта берсін деймін. Туыс бола берейік, бауыр бола берейік. Бірінші жолы Назгүл ғана ортамызда жоқ, әйтпесе сол достығымыз әлі артып келеді, сол сыйластығымыз болсын дегенде. Бұл кісілермен бірге бәнерді және көршіміз Назгүлге жақсы, көршілерге жақсы болған, ешқандай тойлармен қалдырмаймыз. Үйлеріне жайда барып қонақта болып кете беретінбіз. Бәріне жақсы. Өздері жылына кем дегенде 2-3 рет жиналып, өздерінше бір бас қосып, жиналып, сөйтіп сондай күндердің бәрін атқарып жүрген кісі, бала шағасы бар екен. Рахмет сіздерге көп осындай іс-шара жасап жатқандарыңызға. Үлкен көп рахмет. Сәлеметсіздер құрметті ағайын. Жаңа мен Жұлдыз Қуанышбаевна бірінші приглашениеге сағат 2-де берген, соны миыма кіріп кеткен, енді 2-де келіп тұрсам, уже нетіп жатыр, іс-шара болып жатыр екен. Енді мынау бүгінгі негізгі себепші Назгүл Жалғасбековна. Ол кісімен енді мен көп жұмыс істеген жоқпын, екі колледж қосылғаннан кейін. Бірақ енді сол баяғы арқалықтан енді өзім туып өскен жеріміз Нақаловка ғой, енді бәріңіз сіздерді жақсы отбасыларыңызды білемін. Кезінде бала болып жүргенде талай баратынбыз сіздердің үйлеріңізге. Енді Назгүл Жалғасбековна өте керемет жақсы кісі болатын. Енді Чеховтың сөзі бар емес пе? У человека должно быть все прекрасно, и лицо, одежда, мысли и душа. Енді сол кісі, осы сөздерге өте лайық кісі, өте кішіпейіл, тек қана өтіп бараттарға амандасып, сызылып, күліп, өте адамға жақын кісі. Енді Назгүл Жалғасбековна біздің жүрегімізде мәңгі орны бөлек. Сіздерге енді отбасыларыңызға тек қана
қайғы болмасын, осындай анда сақында жақсы қуаныштар отбасыларыңызда бола берсін, бала шағасы ары қарай өсе берсін, көбейе берсін. Енді ол сізге тек қана иман байлығын. Рахмет. Қайырлы күн. Бүгін біздің көшімізде өтіп жатқан біздің ұстазымыз болған, әріптесіміз болған Назгүл Уазбектің есқалы кешіне жиналған Назгүл апайдың отбасы, балалары, туған туысқандары, ағайындары, шәкірттері, қазіргі шәкіртіміз бар, өзіміздің ұжымымыз бар. Бүгінгі келген қонақтарыңызға көп өтсін. Алыстанадан, Арқалықтан, Қостанайдан келіп жатқан кісілердің тек қана жақсылық болсын үйлерінде. Назгүл Уазбектің өміріміз талай жыл екеуміз құрдаспыз, түйдей болдық. Осы соңғы өмірінің соңғы жылдарында, күндерінде бірнеше рет Назгүл Уазбектің үйіне мен барып тұрдым. Себебі осы бұрыннан жұмыс жасап келген кісілердің ішінде осы жерде мен ғана қалыппын. Коллективте қазіргі таңда сондықтан Назгүлдің жақын бейнесі әлі көз алдымызда. Назгүлді мен негізінде өлген жоқ деп санаймын, себебі Назгүлдің артында өте жақсы із қалды. Ол бірінші очередь шәкірттері, оның артында Назгүлдің асыл қыздары бар, армандаған ұлы бар, Мағжан, Әсел, Әлия. Осылардың жалғастырушы Назгүлдің үлкен отбасынан шыққан, Қоянбаевтардың әулетінен шыққан Назгүл осында кейінде Маржиттар әулетіне келін болып, екі әулетінде мұғалімдері көп болған кісілер, соның өзі көрініп тұр. Назгүлдің жарқын мінезі ешқашан ренжімейтін, Назгүлдің жылы өзіне қарасақ, өзімізді ары қарай өмір сүргіміз келіп тұратын. Шымкентке байқа жаңа айтып отырған шәкірттері, ол тек қана сабақ қана беріп қойған жоқ, нәзік жан болса да ер адамдардың қызметін атқарды. Ер адамның мамандығында мұғалім болды. Сондықтан да ол кісі бізге ерекше болып тұратын. Басқа мұғалімдер бар, бірақ Назгүлдің орны сол мамандыққа ерекше болатын, себебі басқа ер азамат мұғалімдер олар дұрыстай енді сондай должен деп қабылдадық. Ал Назгүлдің ісіне қарасақ, Назгүл деген механик ретінде де басқа топтарға да сабақ берді. Тек қана электрикқа берген жоқ. Солардың біздің қуған шәкірттері қазір мақал бар ғой, жаңағы шәкірттің ұстаздан шәкірт озады деген өте қуаныштымыз. Осы кешті пайдаланып отырып, біз өзіміздің шәкіртіміз Ботагөзбек қызына мен де үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Ботагөз, сенің осы арман идеяң ары қарай жалғасып, жаңағы басында барлар балалар, келмеген балалар бар. Оны кейбір шәкірттің бәрі жасай бермейді, естеріңізде болсын. Шәкіртіміз жетеді, жеткілікті, бірақ осындай Назгүл апайдың ертеректе кетіп қалған ортамыздан әрине қиын. Әлде өмір сүруге бұл жерде жаңадан ғана балалардың қызығын көретін кезде енді жақсы адам Құдайға да керек шығар. Оның да орны қабірі нұрға толсын. Осы жайылған мүмкін ас болмаса да, осы біздің асханамызда қол жайып келіп отқан дұғамыз бүгін қабыл болсын. Назгүлдің балаларына тек қана амандық тілеймін, өсіп гүлдене берсін, талғат мойымасын. Осы үйде жаңа айтып отыр ғой, Уалихан ағай барымыз деп береміз. Зарек апайды, оның сыртында Назгүлдің ата-анасы Жалғасбек ағаймен Меңгүл апайдың да орны бөлек. Осындай дүниеге сондай адам алып келген сол кісіге де үлкен тағзым. Олардың да уақыттары бүгін риза болып отқан шығар, Алла құтылана берсін. Сол істі жалғастырып отырған палатаға сізге тек қана енді тілейтінім жақсылық. Жаңағы қыздардың ортасында жүріңіз. Ер адамның осындай жасқа келгенде сансыз қалу өте қиын нәрсе, бірақ соған төзе беріңіз, себебі сіз жалғыз емессіз, жаныңыздан жаңағы балаларыңыз, күйеу балаңыз отқан жоқсыз. Балаларыңызға да қызмет көрсетіп жатыр сіздерге. Сондықтан да жаңағы сіздің үйде негізінде болмаған Назгүл өз бұрын айтып отыратын бізге. Ол менің жақсылығым шығар деп жаңағы сөзді айтып кетті, сол келін таңдап деп. Назгүлге ата-анасы риза, оның сыртында бәріміз де ризамыз. Жатқан жері торқа болсын, қабірі нұрға толсын, мәңгілік есімізде сақталады, ұмытпаймыз. Аз да болса бүгінгі келген іс-шарамыз көз ойдағыдай өтті деп ойлаймын. Ашылған кабинет тек қана болашақ энергетиктерге қызмет жасасын, соны жалғастыратын серік жақсы сол жерде меңгеруші болсын. Әрқашан балаларға сабақ бергенде бір есімізде тұратын болсын. Осы Назгүл апайдың сондай естер жасаған кабинетте ол мәңгілік есте қалады. бір нәрсе ұмытып қалуымыз мүмкін, бірақ біз ұстаздар ешқашан да ұмытпаймыз жақсылықты. Сондықтан бәріміз тек қана аманшылық болсын, келген қадамдарда тағы да күтпіз болсын, алыстан берге арбалап, уақыттарымызды бөліп алатын, осындай көздің кішкентай ғана бастамасын, шәкірттердің бастап берген идеясын алып кеткен біздің қыздарға да көп рахмет. Бәріміздің денсаулығымыз зор болсын, колледждерге өркендей берсін, жаңа айтқан шәкірттеріміз көп болсын. Біраз жыл сайын жұмыс жасау қиындап баратыр. Бұрынғы шәкірт пен қазіргі шәкірт бірдей емес. Мына ғаламтор деген жасан көптеген бізге келер бар. Сонда да біз білеміз, біздің шәкіртіміз жұмыс жасаушыға бізден орнатқан жақсылық жоқ. Бәріңізге рахмет. Осы колледжде өзім жұмыс жасадым,
бірге біраз көп еңбек жасамасам да, бірақ та мен 2015 жылы агроколледжге ауыстым, осы политехникалық колледжден. Содан кейін 3 жылдан кейін қайтып оралып келдік осы колледжге. Мен өз мамандығым биолог-химик болса да, бірақ та мен электромеханикалық бөлімнің меңгерушісі болдым. Сол Назгүл Жалғысбековна өзі басқарған, Назгүл Жалғысбекованың қарамағында жаңағы қол астында жас мамандар жұмыс жасады. Сол жас мамандарға жол сілтеп жүрген үлкен апайымыз. Мен ол кісіден жасым кіші болса да, бірақ мен ол әрқашанда маған келгенде сіз деп Қуанышбаевна деп солай өзі бір құрмет көрсеткен кісі өзі. Сондай коллективте өте сыйлы, өте жаңағы мен үлкенмін, менің тәжірибем мол деп сен деген адам емес ол кісі. Сондықтан ол бүкіл коллективтің ортасында үлкен сондай сыйлап ол кісіні әрқашанда. Ол кісінің жаңағы егерде мен электромеханик емеспін, бірақ біз андай шара өткіземіз ғой, апталық, сонда ол кісімен бар сіздер өткізесіздер мінеке, қалай өткізесіздер деп, сол қалай болады екен деп сол кісімен әрқашанда біз байланыста болдық. Мінеке шәкірттер өте тамаша, тек қана шәкірттеріміз баладай болып кеткен бұл кісілер, сондықтан әрқашанда апайлап ол кісілер құрметтеді. Өте мықты маман болды, білікті маман болды өз саласында. Енді өкінішті әрине бұл сондай әлі ерте жас кезінде өмірі үзіп кеткен бұл кісінің, бірақ та бұл кісінің жалғасы бар, мінеке балалары бар, немерелері бар. Ағай, сізге Алла тағала күш-қуат берсін. Осы Назгүл апайдың көрмеген қызығын сіз көріңіз. Осы балаларды қанаттандырып, осы балалардың немере шөбере шөпшек көріңіз. Отбасыларыңызға тек қана амандық болсын. Енді алдағы уақытта осындай ешқашанда уайым, қайғы, қасірет көрмеңіздер. Назгүл апайдың бауырларын үлкен кісі ағай, сіздер де барлықтарыңыз аман болыңыздар. Әрқашанда отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын, той болсын, колледжде осындай бастама, осы колледждің колледж әкімшілігіне, әріптестеріне қосам да, бірақ кісі бәрі маған әріптес. Сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Осындай Назгүл Жалғысбековнаны еске алып, шақырып, бұл кісінің аты мәңгі осы колледждің алтын кітабына енді. Сондықтан әрқашанда тек қана жақсылық болсын, тек қана басымыз болсын, тек қана жақсы осындай себеппен тойда болсын. Ал Назгүл Жалғысбековна әрине ешқашанда ұмытылмайды, ол әр адамның өзінің жүрегінде орны бар. Рахмет сізге. Осындайда жұтаға радиода барша жерде жиналып жатқан ағайындарға, туыстарға, көз көрген әріптестеріне баршаңызға алғысым шексіз. Колледждің атынан жаңа Талғат Уәлиханович айтып жатыр ғой, шынымен де бұл біздің тарихымызда бірінші рет болып тұрған еске алу кеші. Сол себептен артық кеткен жеріңіз болса, кешірерсіздер, кем кеткен жеріңіз болса, рахмет. Баршаңызға басып келген қадамдарыңызға нұр бүтсін, Алла сауаптар. Рахмет. Одан кейін бүгін арнайы осы іс-шараның өтуіне атсалысып жүрген бүгін арамызда шаруашылық тобының қызметкерлері отырып, күн деген жоқ, түн деген жоқ жұмыс жасады. Сол кісілерге де ерекше алғысымды айтқым келеді. Талғат Уәлиханұлы, Назгүл Жалғысбековнаның айтып жатырмыз, шәкіртке берген білімін шынымен де Ботагөз Бековна мен Серік Аймолаевичқа қарап, ол кісінің есімі ешқашан өшпейтінінің міне бүгін куәгері болып отырсыздар. Ғалымның хат өлмейді, жақсының аты өлмейді дейді. Назгүл Жалғысбековнадай жақсы жанның әрдайым жаны жәннатта, рухы пейіште болсын. Баршаңызға көптен көп рахмет. Осы игі бастаманың мұрындығы болған Ботагөз Бековна осыдан 2 жыл бұрын Назгүл Жалғысбековнаның жылдық астынан шығып келе жатқан кезде бір ой тастады. Сол кезде Қуанышбаевна содай бір Назгүл Жалғысбековнаның атына кабинет берсе қалай болар екен деп, содан бері ойласып келіп, кеңес пішкен тонның кетте болмайды демекші. Міне сәті бүгінге келіп тұр екен. Осы колледж әкімшілігі ұйымдаса келе осы уақытқа сәйкестендіріп келтірдік.
боташ айналайын, қайда жүрсең де аман бол. Бүгін апайымыз бір аунап түсіп жатқан шығар. Әрдайым біздің жүрегімізде сондай жайдары, жарқын бейнесі қалады деп ойлаймын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Алла Тағала бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға береке, бірлік берсін. Бүгінгі істеп отқан іс-шараларыңыз Алладан қайтсын. Осы Назгүлдің салып кеткен ізі, мынау құрып кеткен мектебі дами берсін. Бір кезде содан шыққан түлектерді, атақты адамдарды еститін болайық. Сол күндерге аман есен жетейік. Раббана атина фид дуния хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахими. Ва саллаллаху ала сайидина Мухаммадин ва аля алини ва сахбихи ажмаин. Субханаллахи, альхамдулиллахи, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар.